да туған күніңізбен құттықтаймыз. Ал енді осы күреңгіздің тамаша берекелі, несібелі, бай күндері, туған күндерін тойлаған ару қыздарды құттықтап жіберсек, Ақмаржан деген топтағы сұлу қыздардың ішіндегі Бақытгүл, Жанар, Нұргүл есімді құрбыларымызды төл мерекелерімен құттықтаймыз. Әрине, топта керемет тілектер айтылды, соның барлығы қабыл болсын. Бұл қыздардың бірі жақында ене, құдағи атанып жатыр. Осы жақсылықтарымыз ұзағынан болсын. Бақытгүл, Жанар, Нұргүл әркез сабырлы да, салмақты, парасатты, инабатты, ибалы мінездеріңмен ортамыздың ғана емес, көптің ортасының сәні болыңыздар, салтанаты болыңыздар. Достығымызға сыза түспесін. Әркез бірден бір-бірімізді қолдау кезінде жанкүйер болып, жанашыр болып жүреміз. Олай болса, осынау керемет туған күндеріңде айтылған лебіздер қабыл болсын, әркез құшақтарың гүлге толсын, сендердің қуаныштарыңда біз де тілегімізді айтып, биімізді билеп, әнімізді шырқап жасай берейік. Ақмаржан деген топ, керемет, мынау аналар мерекесі қарсаңында құрылған еді. Сара Жүнісбек деген елге танымал композитор, әнші қыздың бастамасымен қыздар бір-бірімен қауыштық. Оған Гүлмира Нәлібай сіздің де үлесіңіз бар деген екен. Ақ тілекті жолдаушы Ақмаржан тобындағы ару қыздардың атынан әнші, композитор, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Бейбіткүл Нұрымғожина депті. Ал бізде осы тілекке қосыламыз. Ақмаржанның қыздары гүлдей құлпырып, жаздай жайнап, көктемдей жасара берсін. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.